Сәлем балақай, Бөбек ТВ каналына қош келдің. Бүгін біз ермек саз ойнаймыз. Ермек сазды кім жақсы көрмейді? Әрине, барлық балалар жақсы көреді. Ал ендеше кеттік. Қарайық, мұнда түрлі түсті ермек саздың түрлері бар екен. Міне, сары түс, жасыл түс, көк түс, қызғылт сары түс, қызыл түс, көгілдір, күлгін және де ақ түсті ермек саз бар екен. Ал бұл қораптың ішінен ермек саздарды жылдам шығарып алайық. Міне, ал енді санап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 түрлі түсті ермек саз түрлері бар екен. Ал сонымен қатар біздің қорапта мынандай құрылғылар бар. Арнайы мынау 8 ермек сазға арналған құрылғылар. Кәне, ашып қарайық. Кәне, сұраттырайық. Барлық құрылғыларды шашып тастадық. Енді ішінде не бар екенін қарайық. Мынау мысықтың мүсіні. Мынау көбелектің мүсіні. Бұл жерде алманың мүсіні, аюдың мүсіні, иттің мүсіні, жұлдыздың мүсіні, балық мүсіні, және де гүлдің мүсіні бар екен. Ал мұнда арнайы жұлдызша шығаратын құрылғы бар екен. Біздің ермек сазды илеу үшін арналған құрылғы. Ал ендеше кеттік балақай. Кәне, қай мүсіннен бастаймыз? Илеушімізді алып, мұнда пышағымыз бар екен, оны ұмытып кетіппіз. Бір мүсінді алып, таңдап, жасап көрейік. Мен де бір рет жасайын деп жатырмын. Ендеше оңайынан бастайық. Мұнда аюдың мүсіні бар. Аюдан мүсінінен бастайық ендеше. Аю бізде қандай түс негізі? Аю қоңыр түсті. Ақ аю да болады. Бізде қоңыр түс жоқ мұнда, сондықтан ақ аю жасаймыз. Кәне, ашайық. Күш керек қой бұны да ашу үшін. Жұмсақ. Мұны кішкене қолмен жұмсартып алу керек. Осылай кішкене елеп алдық, жабысып қалмас үшін аюымыздың мүсінін басып шығарайық. Міне, бастық. Аюдың мүсіні дайын болды. Енді оны бұзып алмай, ақырын ғана шығарып алайық. Міне, ал енді ақ аюымыз дайын. Міне, ақ аюымыз дайын. Мінекей, енді бұл ақ аюға бізге көз және де мұрын керек. Міне, барлық түстердің бәрін ашып алдық. Ал аю дайын болды. Аюдың көзіне мынау күлгін түстен кішкене алсақ болатын шығар. Кішкене кішірейтіп көз жасаймыз. 1, енді 2. Міне, көзі дайын болды. Ал енді кішкене созып ернін жасайық. Ерні дайын болды. Міне, біздің ермек саздан аю дайын болды. Ал енді басқа пішінді жасап көрейік. Бұл иттің пішіні. Қызғылт сары түсті алайық. Сол жақсы түс сияқты. Түсті иттер. Кәне, оқтауымызбен ақырын илеп жіберейік. Ермек сазымызды және де иттің мүсінін басып шығарайық. Солай басып, қаттырақ бассаңыз, өзі кесіліп шығады. Ал мінекей, бұл атқа да ұқсайды екен. Енді бізге қайтадан бұған көз жасау керек. Енді мұрын жасау керек. Сол кезде итке ұқсар бәлкім. Міне балақай, екінші ретте менде жақсырақ шыққан сияқты. Міне біздің иттіміз.
Ал аюды жасадық, итті жасадық, енді мысықты жасап көрейік. Мен өте қызыл түсті мысық жасағым келген. Ал ендеше қызғылт түсті ермек сазымызды кішкене алайық. Қолымызбен жібітейік. Кәне қызыл түсті ермек сазды мысықтың мүсініне келтіру үстіндеміз. Кәне. Я. Осылай. Кесіп алдық. Мінекей, мысықтың мүсіні дайын болды. Міне масқара, қандай керемет. Егер сізде қандай керемет. Енді бұл мысыққа көз жасау керек. Мысықтың көздері түрлі түсті болады, бірақ жиі кездесетін түс ол жасыл. Сондықтан да жасыл түсті көз жасағым келді. Қазір жасап көреміз. Қалай болып шығады? Өзім де білмеймін. Мінекей, сосын күлгін түсті мұрын жасап көрейік. Мінекей, керемет балақай. Мысығымыз дайын болды. Қызыл түсті мысық. Ал біздің топтамамызға қойып қояйық. Енді бізде жануарлардан пілдің мүсіні қалды. Піл әрине сұр түсті болады, бірақ бізде сұр түсті ермек сазы жоқ, сондықтан да біз қолданбаған түстерді жасап көрейік. Мысалға, көк түстен пілдің мүсінін жасап көруге болады. Ермек сазды алып, қолымызбен жібітеміз. Дайындаймыз. Ермек сазымызды кішкене елеп. Міне, піліміздің үстіне қойып көреміз. Келеді ме? Жоқ, әлі кішкене елеу керек. Ал, енді көрейік. Міне. Енді келетін сияқты. Ал, басамыз. Өзі кесіліп қалатындай. Міне, үсін дайын болды. Саған. Бұл не деген керемет. Пілдің мүсіні өте әдемі болып шықты. Ал, ендеше пілге көз жасайық. Керемет. Пілден аунымайды өзі. Біздің топтамамызға қосып қояйық. Ал, енді бізде осындай көбелектің мүсіні қалды. Ол көбелекті қандай түспен жасайық? Бір өте қызық түспен, мынау ақшыл көк түспен жасап көрейік. Ақшыл түс көк, сондай әдемі, сондай көзге тартымды. Егер мен бұндай түсті көбелек көрсем, бірден артынан қуалайтын едім. Кәне, жақсылап жібітіп аламыз. Сосын оқтауымызбен кішкене көбелектің формасына келтіріп аламыз. Міне, көбелек жасауға болады. Кесеміз. Өзі кесіліп дайын шықты. Керемет! Көбелектің мүсіні дайын болды. Ал, ендеше көбелек бізде қандай болады? Түрлі түсті әдемі болады. Сондықтан міне былай. Білесіңдер ме, балақай, көбелектің екі қанаты тура бірдей болады екен. Сондықтан да біз қазір тура бірдей әсемдеуіміз керек екен. Басқаша болмайды. Міне. Және де мына жерге қойсақ. Керемет! Ой. Керемет! Көбелегіміз өте әдемі болып шықты. Ал, топтамамызға қосайық. Енді бізде жұлдыз мүсіні қалды. Жұлдыз бізде көбіне сары түсті болып көрінеді бізге. Сондықтан да сары түсті ермек сазды алып, жібітіп аламыз. Осылай үйлейміз. Келтіріп мүсініміздің формасына. Енді қойып көрейік. Жұлдызша жасауға болады. Кесіп аламыз. Мінекей балақай. Жұлдызшамыз дайын болды.
Керемет, өте әдемі, өте әсерлі көрінеді. Енді жұлдызшаны да көзбен әсемдеп көрейік. Қалай болады екен? Мен күліп тұрған жұлдызша жасағым келеді. Мінекей. Осылай. Керемет. Менде өте жақсы шығып жатыр. Сенде де солай болады деген үміттемін. Ал топтамамызға қосайық. Енді бізде балықтың мүсіні қалды. Балық бізде қандай түсті? Балықтар жүзеді су астында, балықтар жүзеді су астында, балықтар жүзеді су астында, алақай. Кит балық жүзеді су астында, кит балық жүзеді су астында, акула жүзеді су астында, алақай деп. Мынау балықтың түсін жасыл түсті ермек сазбен жасайын деп шештім. Ал кәнекей кесіп аламыз. Кесіп алдық. Енді пышағымызбен ақырын көтеріп алайық. Мінекей, балығымыз дайын болды. Енді артық. Енді бұл балыққа көз жасау керек. Оны сары түстен жасаймын. Мінекей, сары түсті көзі бар балық. Міне, балығымыз дайын болды. Керемет ұқсайды ғой, я балыққа? Я. Топтамамызға қосайық. Енді бізде мүсіндер бітті. Ал, балақай, саған. Ал, балақай. Бүгін біздің жасаған мүсіндерімізді қарап тамсанып отырған шығарсың. Мен саған сенімдімін. Сен де бұндай мүсіндер жасай аласың. Сенің барлық. Міне, бүгінгі жасаған мүсіндеріміз. Қандай керемет. Аю, піл, жұлдыз, ит, балық, мысық және де көбелек. Керемет. Ал, балақай, келесі топтамадағы видеоны көргің келсе, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Сау бол!